Бүгінгі видеода қазақ граммар ұжымы құрастырған латын әліпбиінің нұсқасын талдаймыз. Әрбір әріп қандай дыбысты білдіретінін айтып қана қоймай, қолданылуы сұрақ тудыратын әріптерді түсіндіріп кетеміз. Бірінші әріп А әріпі. Остановись, бэби. Ә әріпі. Б әріпі. Біздікі өзінікі өндірісті, ол сапасы жайлы екен. Ш әріпі. Шашлығын-ай, гараждың ішінде пісіріп отырмын. Д әріпі. Дикий кабан, не дикий кабан, добрый кабан, дрессированный кабан. Е әріпі. Ержан. Ф әріпі. Фут фристайло. Фут фристайло. Вакан. Г әріпі. Гамбург айналышсың бәлі. Ғ әріпі. Ғашық болдым қалай аңдамай. Х әріпі. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі. О әріпі. Әріпі. Шиқанзон. Ж әріпі. Жумайсың ба? Скажи перхоти, көзіме көрмейтін болы, түсіндің ба? К әріпі. Камри 200 мен кеп, апет келеді ол короче. Л әріпі. Лора пьяна. М әріпі. Мақата yok. Ал помиттің Н әріпі. Нам менде тоясың. Ың әріпі. О әріпі. Әріпі. П әріпі. Python ракета ұшырған. Кім дейді? Python, главный мистер Россия. Х әріпі. Қалың малым 3 миллион. Р әріпі. Рахмет, I love you. С әріпі. Черпо. Т әріпі. Тема, о тема. Тема, о тема. О әріпі. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Әріпі. Үлкенімді қатаймасына, понятно, өс. В әріпі. Всего хорошего! В әріпі. Уалейкум салям, короче, кім нау деген. Қысқа И әріпі. Уяп твою мать. Мен сондай красавчикпін. З әріпі. Звондасаң звонда. Көтермеймін, по-любому. Сонда әліпбиде И мен У, С мен Ч сияқты әріптер болмай ма? Деген сұрақ туындаған шығар. Иә, себебі бұл әріптер бізге кирилл әліпбиі арқылы келді. И мен У әріптері туралы алдыңғы видеомызда түсіндірген едік. Қазір қысқаша қайталап кетейік. И мен У қазақ тілінде қос дыбыстар. Сондықтан да екі әріппен таңбалануы керек. Сөздің жуан не жіңішкелігіне қарай И әріпі И не И деп жазылады. Ал У әріпі сөздің жуан не жіңішкелігіне және қай буында тұрғанына байланысты У не Ү немесе У не Ү деп жазылады. Ал С, Ч, Ш, Ю, Я сияқты әріптердің жазылуы мен емле ережелері келесі видеомызда түсіндіреміз.